өтеген батырдан өтіп Алматыға кірдім. Алматыға кіріп жатқан жолда екі жолаушы, екі адам тұр екен. Алдым ол кісілерді. Біреу артына отыр, біреу алдына отыр. Алматы кірген кезде бір 10 шақты домнан өткеннен кейін оңға кірдік, двордың ішіне, мусорканың жанында. Сол жерде уже пышақ тақады маған. Үнді өшірді. Қазір өтіріп тастаймыз деп. Жанындағы бала сразу есік пазасын ашып, рөлге отырып алды. Содан кейін мені ұру бастады. Содан үйіне заңдайсың деді. Адам қып кетті деп 500 мың сұрайсың деді. Ақшамды іздеді, ақша жоқ дедім. Бір тиын таппағаннан кейін үйдегілерге сөйлесіп, үйдегілерге таңдап айттым 500 мың. Әпкемге, мамамызға. Өз телефоныңыздан? Иә, өз телефоныммен. Жағдай түсіндірдім. Иә, олар сенбеді. Сол себепті одан кейін олар видеомен заңдып тұрды. Мен мойыма пышақ тақап тұрып, видеомен көрсетті, өлтіріп тастаймын баланы деп. В микрорайоне Джудус нами была задержана данная автомашина. Злоумышленники оставили автомашину и хотели скрыться в пешем порядке. Данный гражданин был задержан во дворах. При себе имеется имущество заявителя, которого он похитил.